Ассалауму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Елес, арман. Бір нәрсені өте қатты қалағаныңда, мысалы, шөлдеген адамның көзіне арман, елес шөлде кетіп жатқанда бау-бақша, сулар, өзендер көрінеді. Яғни, бір нәрсені өте қатты қаласақ, біздің көзімізге көріне бастайды. Өмірде бір нәрсені өте қатты қалайды екенбіз. Және ол елестеткен заттар шынайы болып көрінеді екен. Өзімізді бақытты сезініп кетеді екенбіз. Оның алдына барғанымызда ол бір елес түс екенін көреміз, сеземіз. Оны сезгенде бәрі бекер екеніне көзіміз жетеді. Бүгінгі хикаямыз да сол туралы. Бірақ бұл жай ғана ойлап, армандау емес, өмірде болған шынайы уақиға. Өте көп үлгі аларлық жағдайлары бар. Сол үшін өте мұқиятпен тыңдауларыңызды сұраймын. Бұл аңыз Уәзір ибн Хурайраның аңызы. Бозбала жігітті елестетіңдер. Бағдатқа жұмыс істеу үшін білім алу мақсатында келген. Бір бөлмені жалға алып өмір сүре бастайды. Күндізі жалдама жұмыскер болып, бесіннен кейін сол заманның ұлы адамдарынан білім алумен өткізеді. Жұмыс істеп тапқан ақшасын 3-ке бөліп, бір бөлігін әкесіне жібереді, екінші бөлігін жалға алған үйге төлейді, енді тағы бір үшінші бөлігін өзіне жұмсайды екен. Тапқан ақшасының аздығы соншама 3 ай үйдің ақшасын төлемейді. Бір күні үйдің иесі алдына шақырады. Жігітім, саған 3 күн уақыт, не ақшаны төлейсің, не сені түрмеге қаматамын дейді. Бұл жерді мен кедейлер үшін құрған жоқпын. Жігіт далаға шығып кетеді. Кешке дейін жұмыс іздейді. Таба алмайды. Ертесі күні имамға барады. Жұмыс сұрап, жәрдемші боламын деп, оларда да жұмыс болмайды. 3-ші күні қамалатын күні, яғни ақша төлемесе қамауға алынатын күні, тәуекел етіп көшеге шығады. Дүниенің тәшвиші басында ешкімі жоқ, амалы жоғынан жұмыс іздейді. Уайымдағаны сонша, қанша жер жүреді, қай жерге кетіп жатқанын да білмейді. Жүріп, Бағдаттың шеткі бір ауылдарына барып қалады. Аңыздың жалғасын кейіпкер солай жалғастырады. Көзім дейді, бір ескі үйге түсті. Сонша көп жүргенімнен қатты шаршаған едім. Бұл үйде ешкім тұрмайтын шығар дедім. Кіріп көлеңкеде біраз демаламын дедім. Есікті аштым. Құлып салынбаған екен. Ішке кірсем, бөлме тым қараңғы, іште бір қария жатыр еді. Ол мені көріп алдына шақырды. Қасына бардым. Ол маған қош келдің балам. Сені маған Алланың өзі жеткізді. Менің күнім біткен шамасы, өлуім анық. Бірақ бұл көңіл құрғыр сонша өмірге байланған, сонша көңілім жүзім қалап тұр. Маған жүзім алып беріп келе алмайсың ба? Деді. Менде жарайды, ақсақал, уайымдамаңыз, әкелемін. Қай жерден болсын тауып алып келемін деп базарға жөнелдім. Базарға бардым. Сатушыдан бір бас жүзім қанша тұруын сұрадым. Маған бір бас жүзімді тартып 1 дирхам болады деді. Мен оған ақшам жоқ екенін айттым. Содан үстімдегі шапанды оған қалдырып, кейінірек ақша әкелуімді айттым. Өтіндім. Ол да жоқ демей көнді. Жүзімді алдым да бағанағы үйге қарай жүгірдім. Келсем, ақсақал әлі тірі екен. Үлгергеніме қуандым. Оған жүзімді бердім. Өзім неше күннен бері тостатпаған болсам да,
ақсақалдың рахаттанып жүзім жегеніне қарап отырдым. Ақсақал жеп болған соң жеткізген Аллаға шүкір деді. Ақсақал ас болсын дедім мен де. Біраздан соң ұлым ортадағы бөлмеге кір де керегенің астын қаз, ол жерде бір нәрсе бар, соны маған алып кел деді. Оның айтқанын жасап қаздым, үлкен бір құмыра шықты. Оны ақсақалға әкелдім. Күшсіз кәрі қолдарымен оны алып, аузын ашып, менің алдыма төкті. Енді құмыраның іші тола алтын мен гауһар тастарға толы екен. Ақсақал айтты, бұлардың бәрі саған деді. Мен таңғалып, бұлардың қайдан келгенін сұрадым. Ол, бұның бір аңызы бар құмыраны деп біраз дем алып, бір уақытта жас едім, күш-қуатқа тола едім. Ағам мен Үнді және Цин жерлеріне сапарға шығатын едік. Жібек және жүн маталарын сататын едік. Сапарлардың бірінде кіші бір ауылда қонатын болдық. Айналадағылар ұрлық, қарақшылық пен өте мәшһүр еді. Ағама, аға, ақшаларды маған берің. Бұл жер тыныш емес сияқты дедім. Мен оны тығып қоямын, ертең аман қалсақ, алып кетеміз бірге. Бәріміз бірге дедім. Ағам бар ақшасын маған берді. Бір шетте бір жер тауып, ақшаларды көмдім. Сол түні ағам мен және басқа жолаушылар бірге түнедік. Көп өтпей, күткендей қарақшылар үстімізге бастырып кірді. У-шу болып кетті. Қатты бір соққы ұрғаны есімде, ары қарай есімнен кеттім. Ертесіне күннің ыстық нұрынан өзіме келіп, айналаға қарасам, барлық жер ойрандалған. Жолаушылардың біразы алдымда өліп жатыр, біразы жоқ. Өзімді зорға қолға алдым. Ағамды іздей бастадым. Бірақ ағам не тірі, не өлгеннің арасында бар еді. Амалсыз қалған едім. Көмген жерден ақшаларды алдым. Біраз уақыттан соң Бағдатқа кіріп келдім. Өзімнің үлесімді істетіп, үй соқтым, өмір сүрдім. Бірақ ағамды іздеуден еш тоқтамадым. 20 жыл іздедім, күттім, бірақ өкініштісі ағамды таба алмадым. Міне бүгін оның орнындамын. Егер менің жаным үзілсе, бұл ақша саған адал балам, деді. Алланың әмірімен жүрегі тоқтады. Мен демде жаңа ақшаларды жинап, тығып қойдым. Кейін көршілерді көмекке шақырдым. Қарияны көмуге бірге ақсақалды көмдік. Соң үйге келіп, жаңағы байлықтарды алып, жақсылап түйіп, жолға шықтым. Кеше ғана кедей едім, қазір есе Бағдаттың ең алды байларынан болдым, деп хикая етеді. Ең алдымен базарға барып, жүзімнің ақшасын төлеп, шапанымды алдым. Кейін жолда жүре бердім. Бағдаттың ортасынан өткен өзенді кешіп өтіп, қаланың ар жағына өткім келді. Жағада бірнеше қайықтар бар еді. Бәрі адамдарға айқайлап, арғы бетке өткізуін айтып жатыр еді. Менің көзім шетте ешкім назар салмай жатқан бір қайықшыға түсті. Жас қайықшылар тұрғанда, ол кәрі қайықшыға ешкім қарамайтындай еді. Мен оның қайығын таңдап, қайығына отырдым. Жүзе бастадық. Көрінісі өте бір әбіржеген еді. Рахымым келіп, жанымдағы ақшадан мен де бір бай болдым ғой деп садақа бергім келді. Оған садақа бердім, ол қолыма қарап жылады. Бұрын мен мұндай кедей емес, үлкен саудагер едім. Үнді және Цин елдеріне сапар шегіп, жібек және жүн маталарын сататын едім. Менімен бірге інім де болушы еді. Бір күні ұрылар мен інім бірігіп, мені тонамақшы, өлтірмекші еді. Бірақ Алла мені сақтап, тірі қалдым.
бірақ бәр мал дүниемді алып кетті. Көп ел араладым, соңы осы жерге келіп қалдым, деді. Оның сөздерін естіп, көз алдым қараңғы болып кетті. Көздегі уайымды көріп, ішім жанып кетті. Бұл мендегі қазынаның иесі еді. Енді оны оған қайтаруым керек еді. Енді оған жеттім, шайтан ортаға түсіп, өзіңе ал, аз ғана берсең жетеді, дейді. Ішімдегі күрес аузубиллахи минаш-шайтанир раджим дегенімше созылды. Кейін ақсақалға қарап, қазынаны көрсеттім. Осылардың бәрі сіздікі, дедім. Ол маған сенбей қарап қалды. Сөздеріме сенбеді. Мен болған оқиғаны ағызбай, тамызбай, асықпай айтып бердім. Әңгімеміз өте ұзаққа созылды. Інісін жерлегенімізді де айттым. Ақсақал жылады. Інісіне жаман ойда болғанына өкінді. Тынбай Аллаға шүкіршілік етті. Інісіне Алладан шапағат тіледі. Ақсақал қазынаны алды және бір бөлігін маған бермекші еді. Мен алмадым. Тек жүзімге берген 1 дирхамға риза болуын сұрадым. Бағдатқа келгенде кешегідей кедей болып кіріп келдім. Жолда келе жатсам, бірнеше әскер мені көріп жақындады. Ойладым, бәрі бітті, жаңағы үйдің иесі мені үстімнен іс қозғаған болса, енді түрмеге қамаламын, дедім өзімше. Бірақ олай емес екен, олар жұмыс іздеп жүргенімді естіп, бір жәрдемші өлген екен, оның орнына мені шақырмақшы екен. Мені сол жаққа апарып, 1 айлық айлығымда алдын ала берді. Мен де тез үй иесіне алдына барып, ақшаны төледім. Кейін ол жерден уәзір болғанша жұмыс істедім, дейді. Кім Алладан қорқса, Алла оған шығатын жерді көрсетеді, және оған өзі ойламаған жерден ризық береді. Бұл Талақ сүресі 1-2 аяттар еді. Қазір ғана хикая қылғанымыз уәзір Абнуддин ибн Хурайра, ғалым, тілші, тарихшы еді. Садақа жасағанда алдына адам таптырмас, қолы ашық адам болған. Ол айтады, мен ешқашан зекет беретін дәрежеде болмағанмын. Бәрін садақа етіп бергенмін. Садақа беруші Алланың мейірімі шексіз құлдарынан болайық. Алла бәрімізден разы болсын. Бұдан да қызықты хикаяларды тыңдағыңыз келсе, менің каналыма жазылып, лайк және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.